Рамазан айының оразасынан соң Шәуіл айында 6 күн ораза ұстау 1 жыл ораза ұстағанмен тең. Рамазан айы аяқталған соң Шәуіл айы басталады. Ислам дінінде Шәуіл айының 6 күндік оразасын ұстау жөн саналады. Шәуіл айының оразасы тек осы айда ғана ұсталады. Ораза айттың алғашқы күнінде ауыз бекітуге болмайды. Содан кейін 6 күндік оразаны немесе қаза оразаны ұстай беруге болады. Шәуіл айының оразасы нәпіл ораза болып саналады. Мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз еркінде. Дегенмен, мұны ұстамаған жан пайғамбар хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуіл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деген. Рамазан айындағы 30 күн мен Шәуіл айындағы 6 күн қосылғанда 36 күн болады. Бұл сан 10 есеге көбейтілсе 360 күнді құрайды. 1 жылдың қалған 5 күні ораза ұстауға болмайтын Рамазан айтының алғашқы күні мен Құрбан айттың 4 күні. Оразаның әрбір күні 10 есеге көбейтілсе, онда 36 күндік оразада 1 жыл ауыз бекітудің сауабы бар деген сөз. Шәуіл айының нәпіл оразасын арасын үзбей қатарынан немесе арасын үзіп бөлек-бөлек күндерде де ұстауға болады. Кейбір ханафи ғалымдары үзбей ұстағаннан бөліп ұстағанды артық көрген. Дегенмен 6 күнді үзбей ұстаған абзал. Ханафи ғұламасы имам Әбу Юсуф қаза ораза мен нәпіл оразаға бірдей ниет еткен жағдайда онысы қаза ораза үшін есептелінеді деген. Ханафи мазхабында оразаның қазасы мен Шәуіл оразасын бірге ұстауға болмайды. Екеуі екі бөлек ғибадат болғандықтан бөлек ұсталуы керек. Рамазан айында түрлі себептермен кей күндері қаза етіп алған кісілер Шәуіл айында әуелі Рамазанның қазасын өтеуіне де сонымен бірге Шәуілдің 6 күндік нәпілін ұстаса да болады. Рамазан оразасын толығымен ұстау Алла тағаланың бұйрығы. Ал Шәуіл айында 6 күн ораза ұстау пайғамбар сүннеті болғандықтан алдымен оразаның қазасын өтеу абзал. Себебі адамның белгіленген ажалы айтпай келетіндіктен алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс. Шәуіл оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазынан ақшам намазына дейін жалғасады. Көкейде ниет болса жеткілікті. Ауызша айтамын деуші кісі былай десе болады. Ниет еттім Алла ризалығы үшін Шәуіл айында нәпіл оразаның 1-ші күнін ұстамаққа. Ауыз ашқанда да әдеттегідей сумен немесе құрмамен ашып, қазақшалап тілек дұға жасауға болады. Арнайы ниет дұғасы жоқ. Рамазан айынан кейін қаза ораза мен Шәуіл оразасын ұстайтын кісі күнделікті намаз кестесін негізге алады. Таң намазы кірген уақыт, ауыз бекітетін уақыт, ақшам намазының кірген уақыты, ауыз ашатын уақыт. Шәуіл айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам дүйсенбі күні мен бейсенбі күні істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтеріледі де аузымның берік болғанын ұнатамын деген. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.